Құрметті ағайындар, алдарыңызға келген асабаларды құрметтеп, рұқсат болса бір қошеметтеп қол соғып қойсаңыздар әдемі болар еді неге. Сіздердің мынау керемет шапалақтарыңызды, шабыттарыңызды шақырып, дүркіреген тойларыңызды қадірменді ағайын гүл-гүл жайнатайық. Қазақта бір әдемі сөз бар, мынау айдан ару нәрсе жоқ, түнде барда күндіз жоқ, күннен ару нәрсе жоқ, күндіз барда түнде жоқ, көшпелі дәулет кімде жоқ, бірде барда бірде жоқ болса, дәулетінің барында, сәулетінің сарайында Махмұд көкем керемет той жасап екен, тойлары той қоласын деп бір қошеметтеп қояйық қадірменді ағайын. Ай бәрекелді. Қазақта әдемі сөз бар ғой, екі дүниең абат болсын, қос қуанышың қабат болсын деп оқиды. Қазақ халқын тегіннен тегін айтпаған. Сондықтан Құдайға шүкір статистика бойынша 3,5 миллиард халық Наурыз мейрамын тойлайтын болса, соның бірі әрине бізбіз ғой. Рұқсат болса, берекенің бастауы, жақсылықтың асқары, ұлыстың ұлы күні, барлықтарыңызда Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын қадірменді ағайындар. Ай бәрекелді. Ал енді мәке былай қылайық, екеуміз жүріп той жатпады деп айтпасын, мен қазір рұқсат болса, осы дастарханның төріндегі мінеки Раяна деген қандай бақытты, мәге Құдайға шүкір Алланың бақытты қызы туылған. Себебі қадірменді ағайындар, Раянаның ата-анасы бар. Раянада мәге қыздың ата-анасы және оның ата-анасы бар. Қандай керемет мәге. 4 құбылаң түгел болсын осы болар. Рұқсат болса, құрметтеп, бүгінгі мәге керемет, мәге Раянаны өмірге әкелген Мақсұт пен Аида болса, мен қазір Мақсұттай сері жігіттің ата-анасын мен хабарлайын. Аидан күні сен хабарласаң. Рұқсат болса қадірменді ағайындар, ақ ниетті, ақ жүректі, ақ тілегімен ағылып, игі жақсылардың алдынан жақсы болып табылып, дүбірлетіп той жасап жатқан Махмұд көкем мен Майнұр жеңгемді ду қошақпен ортаға шақырайық қадірменді. Ай керемет бәрекелді. Қошемет. Келіңіздер аға. Негізі мұхит өтініш. Негізі немере сіздердікі емес па, сіздердікі қоя? Өлі нағымшы біреудің тойына барқан сияқты бүйтіп жүрсті, билеп шықпайсыздар ма? Бүйтекші да бар, орындарыңызға барыңыздаршы, мен айтам жөнлепші, барыңыздар шары келді. Құрметті ағайындар, мен қазір хабарлайын да, сол кездеші сіздер шапалақ ұрыңыздар, сіздер музыка қойыңыздар, біз көрейікші. Егерде осы екі кісі қалай келсе, сіздер солай келіңіздер. Егерде үндемей келсе, сіздер де үндемей жүре беріңіздер. Билеп келсе, сіздер билеп келіңіздер. Қадірменді ағайындар, бүгін оңтүстіктің төрінде, керемет керуен сарайда бір керемет той жасап жатқан. Құдайға шүкір адам ұрпағымен мың жасайтын болса, ұрпағы мың болсын деп, Раянадай әдемі ару қыздың тойын тойлап жатқан ақ жүректі, ақ тілекті Махмұд көкем мен Майнұр жеңгемді қасылайға ағайындар кірге. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Бәрекелді. Көке айналайын, рахмет жеңеше, өте әдем. Енді бұл репетицияңызды байқадым, 5 деген баға қойсам болады. Енді әрине Раяның әдемі нағашылары. Ол сіздерді құда мен құдағиларыңыз. Ереке, осы бір керемет қуанышымыздың ең қадірлі меймандары, ең қадірлі қонақтары бүгін Раяна қыздың нағашы атасы мен апасы қуанышымыздың төріне келіп отыр. Кеше ғана осы ағам менен әпкемнің шаңырағына құда болып, құдағи болып келген болатын сол кісілер. Бүгін мені нағашы деген үлкен жолменен келіп жатыр. Ендеше қуанышымыздың төрінен тұла бойы көрінген Раяна қыздың нағашы атасы Әбсәмет аға және нағашы апасы Күлайнай жеңгей той төріне келе қойыңыздар. Қадірменді аға жеңеше, сіздер біріміз бағанаға бір шықтыңыздар ғой, бір шыққан кезде жай шықтыңыздар ғой, дұрыс па? Жай барасыздар да, деме, как будто ішіңіз болмаған сияқтышы, сөйтесіз құда мен құдағиды ортаға алып шығасыздар, бағанағыда билеп келесіздер, бола ма? Қарсылайық, қошеметтеп қояқшы кәлге, кетті төрлетіңіздер. Музыка! Әбдісамат нағашы атасы, нағашы апасы. Қошемет, бәрекелді. Әбеке, ассаламу алейкум. Керемет, құдеге, супер. Сізде дайындалай еп отыр екенсіз ғой, атыңыз атамай жатып сұра шығып кеттіңіз бәрекелді. Құдағи, керемет, бәреке, супер. Мынау енді қарап тұрсаңыз, енді сізді келіншегіңіз мақтайын ба? Мынау байқап тұрсаңыз да, тойға барған мұхитшы. Кім деген бар ғой осы тойға да? Тойға, көкеде, кім деген әдемі өзі жарасатын мықты көйлек киіп келсе, ол ортаға билеп жүреді сіздер сияқты шеге.
ал егер тойда екінші мәрте киіп келсе біртүрлі болып жетті, үшінші мәрте киіп келсе вообще шықпайды екен ғой. Сондықтан мінекей сұлу қыздардың, әдемі жеңгелердің, әдемі көйлектеріне бір шапалақ ұрып қойса бола ма ағайындар? Вау, бәрекелді. Қыздай болған көңілдеріңізді көтеріп жатырмыз. Енді Мәке, құдаларға әдемі тілек берейік Мәке. Бәрекелді. Біздің Мәке Мәкеңнің құдайға шүкір құдасы. Қадірменді қазақта жақсы сөз бар, ағайынның арасы алыс беріс, жекжаттың арасы барыс келіс деген. Құдайға шүкір ұл қыздың арқасында ойламаған жерден әбеке сіз құда болып келіп нағашы болып кеттіңіз. Көрдіңіздер ме қандай дәреженің мықтылығы? Рұқсат болса бүгінгі Мәке Раянадай сұлу қыздың нағашы атасы, ақыл ойдың дарасы, әулетінің панасы, 8 қырлы бір сылы Әбсамат құдама қарашы. Ду қол шап сөз кезек сынайық Мәке. Ой, керемет. Рахмет, құда сөз беруіңізге.